Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен самса дайындайтын боламыз. Өте тез әрі оңай дайындалады және өте дәмді самса. Ал олай болса, ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, қолымызбен осылай араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін тұз, кішкене сода қосып, оларды да араластырып, айранымызды қосып, әдемілеп қамыр дайындаймыз. Біркелкі қамыр дайын болғанға дейін осылай қолымызбен елеп, соңында жақсы жабыспайтын біркелкі қамыр дайын болуы тиіс. Осы қамырымызды жақсылап елеп болғаннан кейін 30 минутқа салафанға салып қоямыз. Салмасына тартылған ет, пияз, дәмдеуіштер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай дайындаймыз. Және де жаңағы қамырымызды аламыз да, оны 4 бөлікке бөлеміз. Өзіңіздің қалайтын формада немесе осындай мен көрсеткен сияқты қамырыңызды жайып алып, ерекше формадағы самсалар дайындауға болады. Осындай самсалар дайындайтын болсаңыз, қонақ келгенде ұялмай дастарханға қоюға болады. Және де бұл ерекше самса дастарханыңыздың көркін ашары анық. Осылай біркелкі қамыр жайғаннан кейін қолымызбен осылай жасап аламыз және де өзінің ішіне фарштарын дайындап саламыз. Видеода көрсетілгендей түйеміз. Осылай түйіп аламыз әдемілеп және қамырларын біріккен жерлерін ажыратып шығамыз. Осылай жасап болғаннан кейін әртүрлі пішінде өзіңіз қалағандай самсалар жасайсыздар. Және де бетіне жұмыртқаның сарысын қалауыңызға қарай мак немесе күнжіт себуге де болады. Духовкаға салып аламыз. Міне өздеріңіз көріп отырғандай нәтижесі өте тартымды самсалар дайын болды.